Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым? Мен Сәлиева Сеткүл. Осы YouTube каналында, Инстаграмда, ТикТокта халықтар үшін үйде қалай емделу керек және ауруын қаяққа барарын білмей жататын кісілер көп болады. Қай ауруды қаяққа емдететін кісілер білмей жол сұрап жататындар болады. Солардың барлығына және аурудың симптомын білмей отырады да, жаңағы мынандай ауырды қай дәрігерге баратынын білмей отырады. Сондықтан мен көбінесе сіздерге осы жөнінен ақпарат беріп отырамын. Және үй жағдайында да ақпаратты беріп отырамын. Қазір суставтар туралы, буын туралы яғни айтқым келіп отыр. Мысалы біз баспалтақтан шыққан кезде тіземіз ауырады, беліміз ауырады, тіптен қолдарымыз да ауырады. Ана баспалтаққан шетінен ұстап, сөйтіп көтерілетін жағдайлар болады. Сол неден бізде? Және мысалы буын тізе ауырған кезде ол неден ауырып жатыр? Соны білгім келеді. Қазір үлкен кісілер енді белгілі. Үлкен кісілерде көбінесе жаңағы артроз, артрит болады, остеопороз болады, я болмаса басқа аурулар. Тіптен қазір жастарда да көбейіп кетті. Соны жастарда көбірек қолға алса екен деймін. Тізе ауруы көбінесе тізеге ісіп кету, сарсу жиналады, қан жиналады ішіне. Онан кейін жаңа тізенің екі ортасындағы жеткіс дейміз ғой, сөлі азайып кетеді. Сонан кейін ана сүйек бірін-бірі қажайды. Сүйек бірін-бірі қажайды да, мына сүйектің сыртындағы пленкалар болады. Солар кетіп қалады. Тіптен екі сүйекті бүйтіп бекітіп тұрғанда, қойды сойсаңыздар, мысалы екі сүйекті бекітіп тұрған кішкентай ғана бір сіңірлер болады, мениски деп айтылады. Сол сіңірлер үзіліп кетуі де мүмкін. Кейбір жастар жығылып қалғанда, болмаса үлкендерде оны білмейді, біз тізе, сүйек ауырды деп көп уақытымызды кетіріп аламыз. Сондай жағдайда қандай емделу керек? Ең бірінші сатыда егер өте қатты ауырып шыдатпаған жағдайда міндетті түрде дәрігерге бару керек, рентгенге түсу керек. Бірден МРТ КТ түсу емес, жаңағы рентгенге түссе де болады. Сөйтіп анықтау керек болады. Егер мысалы үлкен кісілерде қарап отырсаңыз, бір сүйектерде мал сойғанда сүйектері кеп-кебу болады. Кеуіп тұрады, кеуіп қалады сүйектері. Тесік болып. Мінекей ол остеопорозға жатады. Ондай жағдайда жаңағы біз қазір ғылым үлкен ғой, сондай барлығын тексеріп, көріп, арғарда емін ертерек алған жақсы. Мына сүйекте бірін-бірі қажаса, бүйтіп бірін қажаса, ол сүйектің формасы да кетеді, және сізді ауыртады ол қажаған сайын. Ортасындағы жаңағы сөлдері азайып кетеді. Сондықтан оны дер кезінде емге алу керек. Ал енді бізде, бұны неге айтып отырмын? Бізде осы емдерге, осы ауруларға ем бар мысалы. Неше түрлі ем бар. Мен енді өзімнің кейбіреулер айтып жатады, не бересіз соған, не саласыз, не істейсіз деп. Мен ол кісілерді өзі келгенде ғана оған не беретінді, не істейтінді ауруды көргенде белгілі болады көбінесе. Ауруды көрмей сырттан том пішуге болмайды. Өйткені біз ауруға соны сырттан бақыламай, тексермей беретін болсақ, ол ауруды біз үлкейтіп алуымыз мүмкін. Сондықтан құрметті оқырмандарым менің, тізе ауырған жағдайда міндетті түрде дәрігерге көрініңіздер, нақты диагноз керек. Содан кейін көбінесе онлайн консультация бересіз бе деп маған комментарийге я болмаса WhatsApp-қа жазып жатады. Сүйек ауруларына, тізе аурулары, мына қолдың аурулары, неше түрлі ауруларға онлайн консультация болмайды. Елді телефонмен емделсе, елдің бәрі емделе бермей ме? Ол болмайды. Оған тікелей өзін емдеу керек болады. Ал енді менде емдеу жолында ең алдыменен үй жағдайында, мен сіздерге айта кеткім келіп отыр, үй жағдайында қатты ісіп ауырса, оған кәдімгі капустаны басып, тіптен картошканы, картопты кәдімгі, біреу картошка дейді, бір жақ картоп дейді ғой, соны жуып, теркадан қабығымен өткізіп, соны компресс жасаса да болады. Оның біраз ісігін алады ол. Ісік ауруларын кішкене алады. Бұл үй жағдайында. Содан кейін көп адамдар маған сұрақ қояды, жылқының майын жақсақ бола ма деп. Жоқ, жылқының майымен ойнамаңыздар. Жылқының майы мына көп жақса, сіз сүйегіңізді ертіп жібереді. Сондықтан жылқының майымен ойнамаңыздар. Жылқының майын мысалы грыжа болған жағдайда ұстауға болады, бір 3-ақ күндік компресс ұстауға болады. Жұмыртқаға араластырып, я болмаса тағы да жұмыртқа не ағына, не сарысына араластырып,
Оған тағы да қосымша қосатын нәрселер болады. Солардың барлығын комплект жасауға болады. Ол жылқының майын сізге мен анық айтпай отырмын. Анық айтпау себебім өйткені ол ойыншық емес жылқының майы сіздің сүйегіңізді жібітіп жібереді. Сондықтан одан гөрі жаңағы картоптан, капустадан, капустаға тіптен мынандай ісініп қалған жағдайда капустаны шайнектің бетіне мынандай қойып жібітіп, сол жібіткенде тұзды майда өте ең майда тұзды сеуіп, сол тұзды капустаны таңып қоюға да болады. Сіздің біраз ауруыңызды, сіздің біраз ісігіңізді кетіреді. Сол жөнінен мен сіздерге айтқым келіп отыр. Ал енді тағы да бұдан кейін мысалы сіздерге айтар едім, көбінесе жүру керек. Жүру керек. Қимыл керек. Қимылдамаған адам толып та кетеді, ет те жинайды, май да жинайды, аяқтың ортасының барлығы жаңағы қозғалмаған кейін ауруға ұласады. Сондықтан көбірек жүру. Шамаларыңыз келгенше жүріңіздер. Тізенің ауруы тек қана тізенің өзінен болмайды. Тізе мына белден де басталады. Сіздің беліңіз дұрыс болмаса, мына сіздің аяқ басу кішкене дұрыс болмайды да, бір жағына салмақ түсіп, одан да тізе ауыратын жағдай болады. Тек қана ол артроздан, басқадан емес. Ревматоидный артрит деген болады, ол тіптен буының бәрі ісіп кетеді. Ол бөлек тема. Таза тізе ауруы сол белмен байланысты екенін ұмытпаңыздар. Және тізелеріңіз ең бірінші ауырған жағдайда бірінші көмек жаңағылар болсын. Сіздерге жаңағы капуста, картоп, соның барлығын теркадан өткізіп, соны ұстасаңыздар, өзі өте кішкене жеңілдейсіздер. Үй жағдайында бұл. Соны ұмытпаңыздар дегім келеді. Көбінесе бұндай ауруларға келіп емделген дұрыс. Және лайк қойып комментарий жазып отырсаңыздар, бір-бірлеріңізге осы аурудан өте емделе алмай жүрген кісілер болады. Бір-бірлеріңізге таратуларыңызға да болады. Аман сау болайық.